Қазақстанда цифрлық кәсіпорындар картасы құрылуда. Ол 2024 жылғы 1 шілдеден бастап нақты уақыт режимінде еңбек жағдайларына мониторинг жүргізуге мүмкіндік береді. Мониторинг шеңберінде еңбек жағдайлары жалпы алғанда кәсіпорында ғана емес, сондай-ақ шу, шаң, температура, газдану және басқа да зиянды өндірістік факторларға байланысты әрбір жұмыс орнында да бағаланатын болады. Мониторинг үшін мәліметтерді мемлекеттік еңбек инспекторлармен қатар кәсіподақтар да енгізеді. Кәсіптік тәуекелдің белгіленген дәрежесіне байланысты жұмыскерлерге қажетті жеке қорғаныс құралдары, әлеуметтік кепілдіктер мен жеңілдіктер ұсынылады. Сақтандыру тарифтері айқындалады, оқыту бағдарламалары әзірленеді. Цифрлық кәсіпорындар картасын енгізу өндірістік жарақаттану мен кәсіптік аурулардың көрсеткіштерін төмендетеді деп күтілуде.